Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегіндегі деректерге сүйенсек, 15 ғасырдың 50 жылдарының аяғында Керей мен Жәнібек сұлтан бірігіп, Өзбек хандығы тайпаларының бір бөлігін басқарып, Моғолстанға қоныс аударған. Моғолдардың ханы Есенбұға Шу өзенінің бойынан жер бөліп берген. Сонымен бірге Есенбұға Әбілқайыр хан билеп отырған көшпенді өзбектер мемлекеті тұрғындарының бір бөлігінің Керей мен Жәнібектің қол астына өтуіне қарсы болмаған. Бұл туралы тарих беттерінде былай делінген. Дешті Қыпшақта Шайбани Әбілқайыр билікті қолына алған соң көшпелі халықтың Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігі Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозбасты өзендерінің аңғарынан орын тепті. Моғолстан ханы өз қарсыластарымен болатын күресте көмектесер деген есеппен қазақ басшыларымен одақтас болды. Өзара қырқысулар мен соғыстардан жапа шеккен 200 мыңға жуық көшпенділер Жәнібек хан мен Керей ханның маңайына топтасады. Осы тұста Әбілқайыр ханның кенеттен қайтыс болуына байланысты Моғолстанға қарсы әскери жорық тоқтатылды. Әбілқайырдың өлімінен кейін көшпенді өзбектер мемлекетінде хан тағы үшін күрес басталды. Керей мен Жәнібек қол астындағы тайпалар Өзбек ұлысына қайта оралған соң тақ тартысының қарқыны үдей түсті. Соғыс басталды. Әбілқайыр ханның ұлы хан тағының мұрагері Шейх Хайдар қолбасшыларының бағынбауы салдарынан жеңіліске ұшырады. Осылайша көшпенді өзбектер мемлекетіндегі билік Әбілқайыр хан әулетінен Керей мен Жәнібектің қолына өтті. Олар тағы 30 жыл бойы шайбанилықтармен табан тіресе шайқасты. Биліктің Орыс хан тұқымының қолына өтуі де көшпелі өзбек мемлекетіндегі саяси жағдайды өзгерткен жоқ. Дегенмен бұл оқиға көшпелі өзбектер мемлекеті атының Дешті Қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бұл кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар Өзбек ұлысында қазақтар деп атала бастады, және бұл атау бүкіл хандыққа тарады. Билік үшін күрес қазақтардың өзара бірігіп, қазақ хандығының құрылуына мұрындық болды. Қазақ хандығының негізін қалаушы ұлы екі тұлғаның бірі Керей хан. Тарихи әдебиеттерде оның есімі Кирай, Герей, Гирай, Керей түрінде кездеседі. Оның арғы ата-бабалары Моғол империясының негізін қалаған Шыңғыс ханнан басталып, Жош ұлысының билеуші Жош хан мен Ақ Орданың билеуші Орда ежемен жалғаса береді. Ал бергі ата-бабалары Алтын Орда мен Ақ Орданың ханы болған Орыс ханға кеп тіреледі де, Орыс ханнан Тоқтақия, одан Болат, одан Керей хан шығады. 1457 жылы күз айының соңында туысы Жәнібек ханмен бірге қазақ хандығын құрайтын этникалық ру тайпаларды Әбілқайыр хандығына бөліп алып, Моғолстанның батысындағы Шу бойы мен Қозыбасы өңір аралығына келіп қоныстанады. 1458 жылдың ерте көктемінде өз ұлыстары ақ кигізге көтеріп хан сайлайды. Керей хан қазақ хандығын 10 жылдай басқарған. Хан тау етегінде жерленген. Туған жылы белгісіз. 15 ғасырдың 70 жылдарының басында қайтыс болған, бірақ қандай жағдайда қайтыс болғандығы туралы нақты мәліметтер жоқ. Керей ханның 3 баласы болған, олар Бұрындық хан, Қожа Мұхаммед және Сұлтан Әлі. Бұрындық хан қазақ хандығын 30 жылдан астам билейді. Бұрындық ханнан соң тақ билігі тік білікті Жәнібек ханның ұрпақтарының қолына өтеді. Жәнібек хан қазақ тарихында туысқан ағасы Керей ханмен бірге қазақ хандығының негізін салушы белгілі тұлға және екінші ханы. Шын есімі Әбу Саид, оның да арғы ата-бабалары Шыңғыс хан, Жош хандар. Бергі аталары тарихта есімі қалған Орыс хан, одан Қойшы хан, одан Барақ хан. Жәнібек хан шамамен 15 ғасырдың басында дүниеге келген. Жәнібек хан Керей ханнан соң билікке келді. 6-7 жыл билік құрады. Оның тұсында хандық тарихында үлкен маңызға ие болған бірнеше оқиға болды. Біріншісі 1469 жылы Әбілқайыр ханның қазақ хандығына жасаған жорығында жеңіске жетеді. Екіншісі 1463 жылы Әбілқайыр хан қайтыс болған соң көшпелі өзбектер мемлекетінде Сібірден Ибақ хан, Алтын Ордадан Ахмет хан, Ноғай ордасынан Мұса мен Жаңбыршы билер, Хорезмнен Береке сұлтан, ал қазақ хандығынан Жәнібек хан қарсы шығады. 1470 жылдың басында Шайх Хайдар хан өлтірілген соң, көшпелі өзбектер мемлекеті толық күйреп, Дешті Қыпшақтың басым бөлігінде Жәнібек хан басқарып отырған
қазақ хандығы билік етеді. Қазақ хандығының құрылғанының соңғы кезеңі Жәнібек ханның тұсында табысты аяқталады. Осы тұста қазақ хандығы өз алдына жеке мемлекет болды. Жәнібек ханның артында 9 ұл қалады. Оның ішінде Жиренше, Махмұд, Қамбар, Әбік, Қасым сияқтылары 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басындағы қазақ хандығы тарихында үлкен рөл атқарады. 16 ғасырдың екінші жартысында Жәнібек ханның жәдік аттауымен оның ұрпақтары саяси билікті қолдарында ұстайды. Қазақтың ханы болған Тәуекел, Есім, Жәңгір, Тәуке хандар Жәнібек ханның ұрпақтары болып келеді.